Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге кондитер Қазығұрт. Бүгін біз сіздермен дәл осындай молочная девочка кожынан жасалатын сан тортын бірге жасап көретін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видеоға лайк қойып кетіңіздер. Ең алдымен кожынан бастаймыз. Ол үшін бізге сгущенка қажет болады, жұмыртқа, ұн, разрыхителімізді қосып, венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде мінсіз қамыр пайда болу қажет. Қараңыздар, ешқандай түйіршіксіз қамыр пайда болады. Лопатканың көмегімен шет-шетіндегі ұндарын қамырға біріктіріп аламын. Маған дәл осындай 4 деген сан қажет. Бұны кондитерский дүкендерден таба аласыздар. Пергамент қағазының үстіне дәл осындай карандаштың көмегімен сызып алатын боламыз. Пергамент қағазымызды кері бетіне аударамыз. Осындай мешоктың басын кішкене кесіп аламыз. Қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Мұнда 1 бөлігін саламыз. Екінші бөлігін алып қоямыз. Дәл осылай сызықтың бойымен қамырымызды жайып шығатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен қамырымызды жаямыз. 180 градуста біздің корждарымыз дәл осылай қызарып пісіп шықты. Пышақтың көмегімен корждарымызды түзулеп кесіп аламыз. Сонда біздің тортымыз түзу, әдемі болып шығатын болады. Әдемілік үшін астына осындай подложка төсеп алдым. Қараңыздар, енді осындай вупи-пайға арналған насадкамен кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Мен кремнің жасалуын описание бөлімінде сілтемені тастап кетемін. Арнайы дәл осы кремді жасаудың жолын мен жеке видео етіп түсіргенмін. Сол видеоны көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Осылай шарик етіп жан-жағын шығамыз. Осылай ортасында шарик қылып шығамыз. Барлық жеріне корждың кремімізді жағып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен ортасындағы кремдерді түзулеп, біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Ал енді екінші коржымызды дайындаймыз. Мұнда мен коржды жан-жағын кесіп дайындап қойдым. Дәл осылай бір-бірінің үстіне түп-түзу етіп қоямыз. Жаңағыдай етіп, вупи-пайдың насадкасымен шариктерімізді шығарып шығамыз. Арнайы сіздерге түсінікті болу үшін видеомды дәл осындай ұзақ етіп түсіруге тура келді. Міне достар, біз креміміздің барлығын жағып болдық. Ал енді сәндеуге кірісеміз. Мұнда мен апельсин қолдандым, түрлі шоколадтарды қолдандым, печеньелерді қолдандым. Сіздерде дәл осылай торттарыңызды сәндесеңіздер болады. Торттарыңызды сәндеу үшін сіздер апельсин, клубника, мандарин, киви сияқты заттарды пайдалансаңыздар болады. Ал пайдалануға келмейтін заттарды айта кетсем, алма, жүзім,
банан, груша сияқты суы шығып кететін, қарайып кететін заттармен торттың бетін сәндеуге болмайды, себебі олар жарты сағаттың ішінде қарайып, торттарыңыздың сәнін құртатын болады. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Қараңыздар, дәл осындай балдарға арналған тортымыз дайын болды.